Кәсіпкерлікті қолдап, шағын және орта бизнесті дамыту әлемдегі бәсекеге қабілетті елдерде қарқынды жүзеге асуда. Бұл бағытта дамушы елдердің қатарында көш бастап тұрған Қазақстан да шетелдік тәжірибелерді сүйену арқылы көптеген жұмыстар атқаруда. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан осындай қамқорлыққа ие болған көптебелік кәсіпкер Расул Тайыржанов бүгінде ағаштан түрлі жиһаз бен құрылыс заттарын жасауда. Әке көрген оқ жонар деген нақылды ұстанған Расул әке жолын қуып кәсібінің жемісін көріп отыр. Вот это вот балясины, это предназначено для лестницы. В первую очередь мы его квадратно вырезаем, потом на токарном станке все вырезается, фигуры, все шлифуется, полируется. Если есть изъяны, шпаклюется специальной шпаклевкой по дереву. Ну, как вот это все, готовность приходит, потом мы его красим, даем цвет. Какой вот клиент заказывает, такой цвет даем. Этот цвет, например, для лестницы, там, ну, по интерьеру вот этот вид дает. Самое этот интересное. Вот это дерево у нас сосна, привезенное с России. В Казахстане у нас там, ну, берется в основном из России. Почему из России? Жилки у них маленькие. Для этого и такие вот используются. Сушеный, хороший лес. Кәсіп заман талабына сай өзгеріп, дамып отыру тиіс деген Расул Тайыржанұлы алдағы уақытта да өндіріс көлемін ұлғайтпақ ниетте. Ол үшін ағаш өңдеумен айналысатын автоматтандырылған жаңа құрылғылар алуды жоспарлап отыр.